Естеріңізге салсақ, денесі жоқ сәби шығарылымы маусым басында көрсетілген еді. Жас келіншек мәйітхана мамандарының немқұрайлығынан кішкентайының мүрдесін таппай әлек болған. Шиеленіскен жағдайдың арты шақалақтардың шатасумен байланысты болып шықты. Мен 6,5 айында босанып қойдым. Өзім реанимацияда жаттым, Қазалда. Бөпемді шұғыл түрде ұшақтың көмегімен Қызылорда облысына әкеліп, ана мен балаға жатқызды бірінші. Қызын дәрігерлерге тапсырып, ауылына қайтқан ана қаралы хабар естиді. Қазалыдан Қызылордаға асыққан ана мәйітханаға келемін дегенше періштенің мүрдесі үшті күйлі жоқ болған. Басқа біреулер келіп алып кеткен дейді сіздерге, сондай. Солай ақпарат берді маған. Мен есімді жия алмай қарап тұрдым. Аң-таң болған анаға мекеме қызметкерлері мардымды жауап бермеген. Тек белгісіз азаматтың әкесімін деп баланы алып кеткенін айтқан. Студиямызға келген білікті патологоанатом бұл мәйітханада көптеп кездесетін жағдай, жағы ұстаудың жөні жоқ деген еді. Таңғалатындай бір ешқашан болмаған жағдай емес. Ондай өкінішке орай, ондай жағдайлар бірнеше рет болған менің практикамда. Адами фактор дейсіз бе? Обязательно, өйткені оны адамдар істеп жатыр ғой. Адамдардың істеп жатқан жерде, енді кешіріңіздер, адам баласы кейде қателеседі. Ол адам қателеспейтін сала жоқ. Мәйіт ұрлануы мүмкін бе? Жоқ, енді не үшін керек? Мен білмеймін енді. Мәйітті ешкім ұрламайды, мен сізге айтайын. Енді осы Астарлы Ақиқат ұжымына арқасында осы аталмыш іс жабылып кетпей, бүкіл Қазақстанға белгілі болып, халықтың қалауымен осы әділдікке апарар жолда үлкен қызмет атқарды. Яғни қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 317 бабы бойынша тергеп тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр.